Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер. Сіздер IT сервис кезет каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен телефон Nokia 3T1 деп айтылады аты, ал моделі TA1033. Келген мәселесі, телефон негізінде бұл бетіндегі графикалық кодқа түсіп қалған еді. Ол ашылған соң бізде енді обновить устройство деп сұрап тұр. Ішінде бір необходимо скачать обновление и перезагрузить смартфон деп. Егер де сіздер телефондарыңыз осылай сұрап тұрса, сіздер интернет желісіне қосып аласыздар телефондарыңыз, яғни Wi-Fi желісіне. Одан кейін мына жерде далее деп басасыздар. Яғни енді бұл айтқанда 1 гигабайттық обновление, ішіндегі прошивка деп айтсақ та болатын шығар. Жаңартады ішін өзі. Іші толықтай форматталған соң осылай сұрап қалады Nokia-ларда. Одан кейін сіздерде ол аккаунт сұрауы мүмкін. Біз қазір осы видеоны біздің жерден далее деп басып, осы обновление дегенді жасаймыз. Яғни 1 гигабайттық файл деп айтсақ болады. Сол жүктеліп болған соң телефон қайтадан өшіп, өзі қосылу керек. Егер өшіп қосылмаса, өздеріңіз өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, телефонда бір рет өшіріп қосасыздар. Мінекей бізде система скачивание обновление деп тұр, мінекей қарасаңыздар. Сол мына жаққа жүрген соң, яғни 100% болып жүріп, толық біткен соң, телефон қайтадан қосылады осылай. Қосылған кезінде сіздерден Google аккаунт болғатын сұрау мүмкін. Сондықтан біз бұл видеода негізінде сол Google аккаунт болғатына байланысты видео түсіріп жатырмыз. Осы не біткен соң біз видеоны жалғастырамыз ары қарай, ал сіздер осы скачивание обновление система дегенді осы толықтай жүргізіп болған соң күтесіздер. 1 гигабайттық файл жүктелу керек сіздердің телефондарыңызға. Одан кейін Google аккаунт сұрап жатса, біз жалғастырамыз видеоны. Мінекей бізде телефон обновлениесі болып жатыр, аяқталып қалды. Установка обновление системы. Осылай сіздерде орнатылып жатса, күтесіздер, орнатылады. Одан кейін телефон өзі телефонда заряд қуаты, батарейканың қуаты жетпейді дейді орнатуға. Қазір телефонда бірақ бізде телефон қазір қойып көрсек, телефонда қуат көз алмайды, өйткені бізде қазір свет жарық өшіп қалып еді. Сол жарық жанған соң біз жалғастыратын боламыз. Мінекей достар, біз жаңаға телефонымызда қуат көзі жетпейді деп, батарейканың айтқанда свет өшіп қалып еді бізде. Енді бізде свет жанып, қазір обновление болып жатыр. Енді біздің видеомыз үзіліп қалды, енді сол үзілген жерінен бастап жалғастырып жатырмыз. Осылай 1 және 2 деген шаг, қадамдары болған соң, телефон толықтай жаңарып болған соң өзі өшіп қосылу керек. Егер өшіп қосылмаса, сіздер өздеріңіз өшіріп қосасыздар телефонды. Өшіріп қосу кнопкасын басып тұрып, перезагрузка деген таңдайсыздар. Одан кейін телефоныңыз қосылған соң, ары қарай жалғастыратын боламыз қазір. Обновление болсын бізде. Мінекей бізде обновление жақындап қалды. Қазір біткен соң жалғастырамыз тағы. Мінекей достар, установка обновление систем 2-2 болып тұр, айтқанда. Жаңартылу орындалып жатыр. Неге Nokia телефондарын осылай шығарған түсініксіз. Біріншісі орнатылды, енді екіншісі орнатылу керек. Осылай енді кішкене күтесіздер. Nokia телефонның осындай бір қырсықтықтары бар екен смартфон телефондарында. Енді екінші бөлігі орнатылғанға дейін күтеміз тағы да. Мінекей бізде екінші несі де орнатылып болды, одан кейін телефон автоматты түрде өзі өшіп қосылады. Мінекей перезагрузкаға кетті. Телефон қосылған соң енді жалғастыратын боламыз қазір видеоны. Мінекей Android One, енді беті қатты жарқырап көрінбей жатыр, бұлай көрсетпесек.
ішінен егер Google аккаунт сұрап жатса, осы видеоны көресіздер. Жалғастырып. Мінекей телефон бізде қосылды. Бастапқы беттің барлығын өтіп шығамыз. Начнем. Енді актив анамына таңдай бересіздер. Маңызды емес қатты. Проверка обновления. Это может занять несколько минут. Кішкене кіресіздер. Ішінен егерде қазір Google аккаунт деп сұрауы мүмкін. Кейбіреуінден ішінде Google аккаунт болмаса сұрамауы да мүмкін. Бұл жерден не копировать деген таңдайсыздар. Бірақ өкінішке қарай ішінде телефонда Google аккаунт болғатын сұрап тұр бізден. Яғни Google аккаунт болғатын енді бұдан шешуіміз керек болады. Енді бұл телефонда біз сіздерге Google аккаунтқа дейінгі бөлікті көрсеттік. Ішінде обновление деген сияқты 1 гигабайттық файл орнату, одан кейін ол жүктеп, интернеттен жүктеп, өзі орнатады. Орнатылған соң осылай Google аккаунтты сұрайды. Егер бағанағы обновлениені жасамасаңыздар, сіздерден телефон осылай Google аккаунтты сұрамайды. Ал Google аккаунт сұралмаса, телефон қосылмайтын болады. Біз видеоны енді келесі видеода Google аккаунт болғатын қалай шешуге болатынын көрсететін боламыз. Егер видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарийға қалдырыңыздар. Біз оған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сіздердің біздің каналға тіркелгендеріңіз ол біз үшін өте үлкен бір жетістік. Сау сәлеметте болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.